Айша Бибі мектеп радио тыңдармандарына сәлем. Сіздермен бірге әсерлі әңгіме бағдарламасы және бүгін бізде қонақта жатақхана меңгерушісі, өзін-өзі басқару ұйымының басшысы Шадхан Алтынаевке. Тақырып бақыт құшағында. Сәлеметсіз бе Алтынаевке? Ең алдымен қош келдіңіз дегіміз келеді. Жаңадан басталып жатқан мектеп радиомызға да, осы студиямызға да. Сіз дәл осы оқу орнында оқып, тәрбиеші болып, қазір жатақхана меңгерушісіз. Яғни біз оқушылар, біз сізді дәл осы қалпыңызда танымыз. Бірақ әсерлі әңгіме бағдарламасында Айша Бибі FM мектеп радиосында біз үшін, оқушылар үшін арнайы өзіңіз жайлы біраз ақпарат берсеңіз. Саламатсыз құрметті радио тыңдаушылар. Мен 1993 жылы көктем айында Мойынқұм ауданы Ақбақай ауылында дүниеге келдім. Лицейге түспес бұрын Бауыржан Момышұлы атындағы номер 45 гимназияда оқып, 6 сыныптан кейін біздің Алтын ұя мектебіміз лицейге түсіп, оны 2011 жылы бітірдім. Одан кейін 2015 жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ филологиясын тамамдадым. Жарайды, осындай жетістіктерге жеткен, сондай үлкен оқу оқыған Алтынаевке лицейіміздің қабырғасында білім алып жүрген Алтынай оқушы кезде қалай қандай еді? Оқушы кезімде бұзық оқушы болатын, бірақ қанша бұзық болсам да лицейдің жанашыры болдым деп айта аламын. Қазақ түрік лицейінде жүргеніңізге 11 жылдың көзі бұл. Қыздар лицейінде оқып жүргеніңізге, жұмыс жасап жүргеніңізге міне 11 жылдың көзі болса керек. Осы жағында бақытты шығарсыз? Әрине бақыттымын. Неге десеңіз, мен бұл жерде оқушыда болдым, тәрбиешіде болдым, қазір де басқа қызметтерді атқарып жатыр, ол мен үшін бақыт деп айта аламын. Ал лицейдің жанашыры болдым деп айттыңыз, тәрбиеші болып жүрсіз. 11 жылдың ішінде ордамызда қандай өзгерістер болды? Енді осы жылдардың ішінде лицейімізде 3 қабаттық ғимарат салынды. Жатақханамыз кеңейіп, 2 блокқа бөлініп, білім және тәрбие жағынан да лицейіміз биіктен көрініп жатыр. Сонымен қатар мектебіміздегі өзін-өзі басқару ұйымында өзгеріске түсті деп айта аламыз. Өйткені бір жағынан сіз басшы болып келіп отырсыз, екінші жағынан жаңа министрлар, жаңа президент келіп отыр. Ал қазіргі таңда мектебіміздің көп оқушысы біле білмейді, өзін-өзі басқару ұйымының басшысы сіз, яғни тығыз байланыстасыз. Жалпы министрлердің, президенттің жұмысына көңіліңіз толады ма? Әрине толады. Біздің министрлер лицейіміздің патриот қыздарынан құралған. Айтқанда бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып жұмыс істеп жатыр. Олармен алға қойған жоспарларыңызбен бөліссеңіз? Енді қазіргі таңда біздің жоспарларымыз өте көп. Ең бірінші жәрмеңке жасап, бүлдіршіндер үйі мен қарттар үйіне барып қайту. Одан кейінгісін сіздер көре жатарсыздар. Бұйыртса онлайн көретін боламыз мектеп оқушыларымен. Ал интервью тақырыбы бақыт құшағында болғандықтан тақырыпқа қарай біраз ауытқысақ, сіз үшін бақыт деген не? Яда бақытты адам қандай болады? Бақыт біреу үшін ақша болса, біреу үшін денсаулығы. Ал мен үшін күнделікті қайнап жатқан өмірде өмірдің жақсылығын көре алу, ол үлкен бақыт деп білемін. Ал ұнжырғаңыз түсіп, бір нәрсе жасауға көңіл күйіңіз жоқ кезде сізден артық бақытты жан болмайтындай қуанған жағдай болды ма? Адам қаншалықты бақытты болсын, бақытсыз болсын, басқа адамдарға ол нәрсені білдіртпеу керек деп ойлаймын. Сол үшін күнделікті күліп жүрсе, адам басқаларға бақыт сыйлайды. Ал барлық адамда болады, ұнжырғасы түсі, бір нәрсе жасауға көңіл күйі жоқ кезде еш нәрсе жасағысы келмейді. Бірақ сондай уақытта сізден артық бақытты жан болмайтындай ететін жаңалық болды ма? Күнделікті өмір сүргеннің өзі бақыт деп айта аламын мен. Ал сондай күнделікті өмір сүрген бақыт болатын болса, негізінде бақытты адам күліп жүреді көбінесе. Бірақ сіз өзіңіздің бақытыңызды қандай жолмен білдіресіз? Мен де көбіне күліп жүріп, бірақ білдіртпеуге тырысамын көбіне. Айтып жатамыз ба, бақыттан мұңаюға дейін, немесе мұңаюдан бақытқа дейін бірақ қадам деп. Осы жайлы не ойлайсыз? Өмірде әртүрлі жағдайлар болады, бірақ 12 мүшеміздің сау болып жүргені біздің күнделікті бақытымыз. Одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын.
Әсерлі әңгіме бағдарламасына келіп сұхбат берген жатақхана меңгерушісі, өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісі Шадыхан Алтынаевке, Айша Бибі мектеп радиосының тыңдармандарына әсерлі әңгіме сыйлағаныңыз үшін Алтынаевке сізге үлкен рахмет айтқымыз келеді. Ал бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Күндеріңіз әрдайым бақыт құшағында болсын деген тілекпен біз интервьюімізді аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.